қазақтың қаны ең таза қан, негізі араласпаған. Осындайлардың арқасынан ертең біздің қанымыз бұзылады да, содан кейін бізден ұрпағымыз уже басқаша болып шығады. Сондықтан да ойлаймын, біздің қазақтың қыздары өзінің салт-дәстүрін сақтап қалып, қазақтың ұлдарына тұрмысқа шығу керек деп. Аруна. Қайырлы күн баршаңызға. Мына жерде бір кішкене ұлтжанды болып бөлініп жатқан жандарды мен мүлде түсініп отқан жоқпын. Әлде мына жерде бір түсінетін бір қырғыз бауырлар, басқалар келіп жатса, мүмкін бұндай пікір айтпас едіңдер деп ойлаймын да. Қазір сендер отырсыңдар да, бұл кісі ештеңе түсінбейді, ештеңе білмейді, өздерінің көкіректеріңді сайратып қойып, біз қазақпыз, біздің ұлтжандығымыз қайда деген сияқты қылып, ұлтқа дінге бөлініп отырсыңдар. Ол адамға байланысты, ұлтқа емес, ұлттың жаманы болмайды, тек қана адамға байланысты да ол. Мүмкін сендер қақтан білесіңдер. Ертең Жанерке екеуі жұптыққа дейін кетіп қалып, бір-бірін түсінісіп, үйлесіп жатса, оның несі жаман? Осындай кезде көкіректеріңді соғып сөйлегенде бәледесіңдер, ал іске келген кезде осы жерде көрсетіп атқан жігіттер саусақпен санарлықта просто қазір келіп алып, ол кісі түсінбейді, бірақ отырып алып керемет пікір айтқанда, мен білмеймін, алдарыңа жан салып атқан жоқсыңдар. Аруна, бұл жерде ешкім ұлтқа бөлініп атқан жоқ. Мен просто қазақ қызының алыс елге кетпесінші деп соған айтып attым мен оған. Одан кейін мына жерде енді аяулым шырылдап отыр ғой. Кинодан көрдік дейді, басқасын көрдік дейді. Мен бұрындары индус жігіттермен жұмыс істедім. Ол жақта қалай мен сіздерге айтып кетейін, енді мен танитын адамдардан білген нәрсе, ол жақта, например, алыс елге жұмысқа кететін болса, енді, например, 1 жыл, 2 жылға өзінің келіншегін өзінің туған бауырына беріп кетеді екен. Өзі келгенше сол адаммен болады. Мен содан да айтамын, сендер айтасыңдар, жаңағы қазақ жігіті жылатады, бүйтеді. Сендерге сондай ара-қатынас ұнай ма сонда өздеріне? Қыздар, жігіттер енді былай артық кетпейік. Неге? Себебі бұл жерде жаман ұлт болмайды дейді, жаман адам болмайды. Сондықтан мен ойлаймын, сіздердің айтып отырғандарыңыз, біз барлығымыз осы елде тұрып жатырмыз, түрлі ұлт өкілдері тұрып жатыр. Біз қазір сіз келмеңіз, сіз келіңіз деп айта алмаймыз, бірақ қыздардың өзінің талабы бар. Мен Жанеркенің мысалы басқа ұлтқа қарай ма, қарамай ма білмейді екен, бірақ дәл қазір өзі айтып отыр, мен ұлтқа, дінге бөлінгім келмейді, мен ер азаматтарды жалпы бірдей көремін, өзінің бойындағы қасиетіне байланысты деп. Бірақ ол ер азамат, біздің қазақтың осы бір жаңағы бағасын білмеген жігітіне қарағанда басқа ұлт жақсы дегенді айтуға болмайды. Неге? Себебі сіздер ол жерде ұлт емес, ол адамның өзіне байланысты нәрсе. Дәл сол секілді әр ұлтта да әр түрлі жігіттер бар, тастап та кетіп жатқан жігіттер бар, дәл сол секілді баласын да тастап кетіп жатқан жігіттер басқа ұлт өкілдерінің ішінде бар. Сондықтан да менің қадірімді қазақ жігіті білмеді деудің менің ойымша қажеті жоқ. Баласахан, олай бөлудің қажеті жоқ. Нұрдәулет, баршаларыңызға қайырлы күн. Енді бағанан бері айтып жатыр ғой, қыздардың барлығы маған тиістіріпші. Енді мен босатсам, бізде прогресс болмағаннан кейін бір-бірімізді босатқан адамдармыз. Мен қалай босаттым, байқасаңыздар, 2 күннен бері үміткерлер ағылып келіп жатыр да Жанеркеге ше. Сұранысқа ие қыз екен да. Мен құр босқа бір андай жолын байлап жүрген адам сияқты болып қалдым ерде ше. Сол себепті мен тек қана бақыт тілеймін, және де неқта енді қыздар айтып жатыр ғой, енді Қырғызстаннан келсе үндемей отыратын едіңдер деп ше. Енді ол қырғыз қазақ бір туған ғой бұл жерде ше. Біздің эфирімізді қаншама Қырғызстаннан қаншама көрермендер көреді, Қазақстаннан, Өзбекстаннан барлық жақтан көре береді. Енді бірақ мынақа келіп отқан жігіттердің мен андай ішіндегі айқайын түсініп тұрмын да. Енді Үндістан болғаннан кейін ол біз өте алыс болып тұр да, мүлдем салт-дәстүрі бөлек, менталитеттері бөлек деген сияқты. Сол себепті бір кішкене іштей бір айқайын айтып атқан жігіттер деп ойлаймын. Жақсы, былай жасайықшы, қазір сұрақтарыңызды қоясыздар. Жанерке, мүмкін шымылдықты ашып алармыз? Иә, шалайық. Біз енді шақтың түрін көріп отырмыз, бәлкім сіз көруге асық шығарсыз. Ендеше шымылдық ашылсын. Жанымды тербешін, иди, baby, асылынан кетпешін, love you, baby, сөзіме тек сенші. I love you, baby, бағынсың берілген, I need you, baby, қошы тек менімен, I love you, baby, let me love you, baby. Қалыңыз қалай? Жақсы? Шымылдық ашылды, алғашқы кездесу тіпті сөйлесіп үлгеріп жатқан сияқты. Жайғасыңыздар, Жанерке, әсеріңізді сұраймыз. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Ой,
жарайсыз Шах. Енді Жанерке таныстық туралы сұрасам. Сырласуға барасыздар ма? Сырласу жаққа бір қарадыңыз ғой? Жоқ, негізі енді айтайыншы. Негізі қазір сырласуға барып отқанмен дым пайда жоқ сияқты, себебі Неге? кішкене енді мен айттым ғой, ұлтқа дінге бөлмеймін деп, бірақ все-таки менің вкусымда емес сияқты кішкене. Сыртқа шыққаннан кейін да мүмкін сөйлесуіміз қиын болып қалады деген сияқты ғой. Енді негізі позитивный, андай күшті бала сияқты. Бірақ сырласуға кіріп, одан кейін бұл кісінің уақытын алып, бәрібірде жоқ мен ары қарай жалғастырмаймын десе де, мен адамның уақытын бағаламағандай болып қалам. Сондықтан? Ол үшін бізде таныстық жалғаспайды. Таныстық жалғаспайды. Енді тіпті басталмайды деп жатсыз. Ал бір жағынан ата-анаңызды ойлап та отырған сияқтысыз. Я бір шетінен ол кісілердің де рұқсаты керек деп ойлаймын. Жақсы, енді кез келген жауапқа дайын болып келді деп ойлаймын. Шах, спасибо, что пришли. Да. Жанерке, к сожалению, не хочет с вами продолжать отношения. Не беспокойтесь. Все нормально? Все нормально. Ладно. Келгеніңізге көп рахмет. Енді Не беспокойтесь. жақсы Шах. Ага. Келгеніңізге көп рахмет. Сізге чемпион Кения Сансет шайы қара тершіктелген хош иісті, ешқандай қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне ие болған шай, мінсіз өнімдерді қолданып жүріңіз. Спасибо, что пришли, Спасибо большое. осмелились прийти. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Сау болыңыз. Я Жанерке, рахметіңізді айта алсаңыз болады. Очень. Бай-бай. Пока. Жақсы, Жанерке жайғасыңыз. Сіз бір сөйлесіп көргенде, бәлкім бір-бірімізді түсініп қаламыз дегенсін жалғастырайын деп жатыр екен деп ойласам, сөйтсем таныстықты тоқтатқалы жатыр екенсіз. Жақсы, әркімнің өз таңдауы бар.